ұлағатпен қабыл алсын еліңіз енді. Қыз баланы ұшырды алтын ұясынан, құламасын деп өмірдің қиясынан. Қызыңыздай қараңыз, құдағиым, бала деп біле тұғын өмір сыйын. Қыз баланы жарт жұртқа қию қандай қиын. Ендігі жерде болсын деп, сіздің елде той туман үлкен жиын. Ал ардақты ағайын, бүгін міне ұлағатпен жібек қызымыз ұзатып жатырмыз. Қызымыз арттағы елдің абыройын асқақтатып жүрсін деген ниетпенен ақ желегін кигізуге рұқсат етіңіздер. Қызымыз барған жерге бақ боп қонсын, барған жерге тастай бап судай сынсын деп, осы әулеттің үлкенін ортаға шақырып, қызымызға деген ақ лебізін, ақ батасын сұрайық. Я Алла жарылқаудың қамын ет. Әуминде бердім бата, қолдасын қыдырата, қыдырата қияласын, бақ дәулет беребесін. Осындай дүйін тойын бола берсін, үйсің тойды маңа тола берсін. Өмірдің гүл жайнаған бақшасында шырағым бақшаңа бақытсыз қона берсін. Әумин. Батаңыз қабыл болсын. Салт дәстүрін бабамның сырын дұғын. Бізге өнеге үлгісі бұрынғының. Сәукеліміз алтындай қазынамыз, парасатын асырған бұрымдыңыз. Қараңыз, ат әлемі құдіреті. Сәукелеміз ізбасарлық ниетпенен, тек анасының қолмен киілетін. Сәукелемізді анасы өз қолмен табыстаса. Қошемет, құрмет, шапалақ болсын ағайын. Шапалақ Алладан жауған бір шапағат дейік. Сыңсуды бастауға рұқсат етіңіздер. Adaldın jolum bak
келді. Ал жастар бақытты болсын ағайын. Мәңгі бақи бақытты болыңыздар. Қоймайын тойдың нүктесін, қазақтың тойы және Польшаның тойы бітпесін ағайын.